Жақында ғана оқушыларымыз республикалық конкурстардан жүлделі орын алып келген балаларды директормен шай рубрикасы бар. Кабинетке шақырып, оқушыға шай беріп, сұхбат алып, ол оқушыларға үлкен мотивация береді. Күшті. Ән болсын, спорт саласы болсын, білім саласы болсын, оқушылар өте шабыт алады. Бұл енді басқарудың бір жаңа түрі деп айтуға болады. Жалпы өзімнің ұстанымда жаман оқушы болмайды. Бірақ әр баланың жұлдызын жағу ол ұстазға байланысты. Ата-аналар қалай қабылдап жатыр? Ата-аналар өте жоғары қабылдады. Ең алғаш осы Инстаграмда танымалдылыққа ие болғаныма ата-аналардың септігі тиді. Оның алдында сәл ертерек бастағанмын блогты оқушылармен. Мен былтырғы оқу жылынан бері бір 7-8 клип түсірдік. Оқушылармен айына бір клип түсіріп тұрамыз. Жоспарлы түрде, жоспарлы түрде, тақырыпқа байланысты. Осы жақында ғана ән шықты, мектебім әні, Роза Зергелінің мектебім, естідім әнін мектебім қылып ауыстырып, соған клип түсірдік. Керемет идея. Айтпақшы, бізде осы видео бар, экранға назар аударайық. Мектебім сенсең менің өмір өткелім, сен үшін бекер емес ғұмыр кешкенім, кеудем кең менің бала үнін естідім. Ой, жарайсың. Бәрекелді, тамаша.